Балақай, сен бір ғана кішкентай көмектің үлкен істі қалай өзгерте алатынын көрдің бе? Баяғы заманда бір ата өз бақшасына кішкентай тұқым отырғызған екен. Ненің тұқымы деп ойлайсыңдар? Ол кішкентай ғана шалқанның тұқымы еді. Бірақ оның қандай үлкен болатынын ешкім білмеді де. Күн артынан күн өтіп жатты. Әрбір таңмен, әрбір кешпен шалқан жайлап өсіп келе жатты. Жаңбыр жауса да, ата оны қорғап, ерекше қамқорлығымен қарайтын. Тіпті кішкентай тышқандар да бұл үлкен өсіп келе жатқан шалқанға қызыға қарап жүрді. Әжеде бауырсақ пісіріп жүріп, сыртқа көз салып қояды. Шалқан қалай өсіп жатыр екен? Ата балық аулап отырса да, ойы тек бір нәрседе еді. Шалқаным қашан үлкен болып өсіп шығады екен. Күн батқанда, екеуі үлкен болып өскен шалқанға қарап, қуанып тұратын. Тышқандар сыбырласып тұр. Бұл шалқан шынымен өсіп жатыр ма өзі? Немересі де бақшада жеміс жинап жүріп, шалқанға қарап, қашан біз оны жұлып аламыз екен деп ойланды. Уақыт өте берді. Күндер тез өтіп жатты. Таң атты. Бүгін шалқанды тартып шығаратын күн. Қазір барамын да, шалқанды жұлып аламын. Балалар, маған көмектесесіңдер ғой, Тартады, бірақ шалқан тіпті орнынан қозғалмайды. Тағы тартады, бірақ ата артқа қарай құлап қалады. Ой, бұл шалқан тым ауыр екен. Жалғыз өзімнің күшім жетпейді-ау. Не істесем екен, балалар? Маған көмек керек екені анық. Әйелімді шақырайын. Оның күші көп. Жаным, тез келші. Маған көмем керек. Не болды екен? Тағы не ойлап тапты екен? Шалқанды бірге жұлайық. Жалғыз өзімнің күшім жетпей жатыр. Осы үшін шақырдың ба мені сонда? 1, 2, 3, тартайық. Тартты, бірақ екеуі бірге құлап қалды. Күштері жетпеді. Екеуі ойланып қалды. Бұл шалқан тым ауыр екен. Енді не істейміз? Мен барып күрек алып келейін. Қазды, бірақ бәрібір шалқан қозғалмады. Күн ысып кетті. Олар әртүрлі тәсілмен тартып көрді. Екеуі ойланып, бізге тағы көмек керек. Тағы біреуді шақырайық. Деді, біздің немереміз бар ғой. Жас ғой, Күші көп болу керек. Дұрыс айтасың. оны шақырайық. Немере! Мұнда келші! Бізге көмек керек. Менен ата, мен әжеме не керек болды екен? Немересі бақшаға қарай асықпай келе жатты. Не болды? Менен сендерге не керек? Біз бұл шалқанды жұла алмай жатырмыз. Бізге сенің көмегің керек. Бір қатарға тұрды. Атасы, әжесі, немересі. 1, 2, 3. Тартты, бірақ бәрі бірге құлап қалды. Шалқан орнынан қозғалмады. Жаңбыр жауа бастады. Олар үнсіз отырып қалды. Біздің қолымыздан да ештеңе келмеді. Бізге тағы көмек керек. Үшеуімізге қиын екен. Кімді шақырамыз?
жаңбыр тоқтап, аспанда әдемі кемпір қосақ пайда болды. Бізде итіміз бар ғой. Оны шақырайық. Алабай, итім! Итім, мұнда келші. Бізге көмек керек. Даусын естіген ит бірден жүгіріп келді. Не болды? Менен сендерге не керек? Не үшін шақырдыңдар? Балалар, біздің ертегі ұнаса, лайк басып, арнаға жазыла отырыңдар. Ары қарай кеттік. Біз бұл шалқанды жұлып жатырмыз. Сен бізге көмектесесің бе? 1, 2, 3. Тартайық. Шалқан орнынан бәрібір қозғалмады. Мүмкін, біз ешқашан бұл шалқанды жұла алмайтын шығармыз. Жоқ, бұлай болмайды. Тағы біреуді көмекке шақыру керек. Солай емес пе, достар? Айтпақшы, бізде әлі мысық бар ғой. Оны шақырайық көмекке. Не болды? Не керек сендерге мен? Мысық! Мысық! Мұнда келші! Бізге көмек керек. Біз бұл шалқанды шығара алмай жатырмыз. Сен бізге көмектесесің бе? 1, 2, 3. Тартайық. Тағы да болмады. Бәрі жан жаққа құлап қалды. Бұлай болмайды. Бізге тағы көмек керек. Егер енді ештеңе шықпаса, онда тырыспасақ болады. Соңғы бір мүмкіндігіміз бар. Үйде кішкентай тышқанды шақырайық. Тышқан, тышқан. Мұнда келші. Бізге көмек керек. Кішкентай тышқан жүгіріп келді. Мүмкін, дәл осы кішкентай ғана көмек бәрін өзгертетін шығар. Кішкентай тышқан да бар күшімен тартты. Ақыры шалқан жерден шықты. Бәрі бірге күш салғанда ғана үлкен іс бітеді. Тіпті ең кішкентай көмектің өзі маңызды. Бұл ертегі бізге бір нәрсені үйретеді. Бірлік болса, бәрін де жасауға болады. Егер ертегіміз ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңдар балалар. Сау болыңдар.